Уағалейкум ассалам, Димаш немерем, жай жүрсің ба? Мен Димаш қамшы өріп отырмын. Көрін келе ме қалай? Оның адам отырға барында үйренесің. Мә саған кішкентай қамшы, қолың аста, не істеп отырғанды өзің қара. Міне, біздің қазақта қамшы деген ол ерекше орын алған құрал. Ол тек қана мал айдайтын құрал емес. Ол бізде көне заманда да молдалар, кішкентай анау балалар, оқыған балалар, тыңдамаса, жаман оқыса, сол келер соққан. Сосын билердің қолында жүрген нәрсе. Бұны қамшы әрбір қазақтың үйінде төрінде ілулі тұрады. Мысалы, ол нені көрсетеді? Осы үйдің еркегі, қожайыны бар дегендей. Ілгенде осылай ілініп қояды, осылай. Мысалы, ол не, қамшы, қандай құралдан, қара, міне қара. Міне саптан тұрады, сосын өзі мынау неден, қамшысын. Қамшының ұзындығы былай нетеді, есептейді. Ассалаумағалейкум, қайда бара жатырсың? Қамшыға сап кесуге. Маған да бұл алып кел, бесеу. Сол қамшы 4 өрімді болады, 6 өрімді, сосын 8 өрімді болады. Түсіндің бе? Оны мынау теріден жасайды. Мына сабы тобылғыдан болады. Тобылғы ол өте берік, өте қатты ағаш. Сосын бір жағынан да мына әдемі қызыл түсті. Көрдің ғой? Міне солай, міне қарай. Өруді өзі білесің ғой міне. Осылай өре береді. Түсіндің бе? Мә, істей ғой. Өруді ме? Үйретейін ба? Ой, молодец, тамаша, міне қарай ғой. Қара, істей ғой. Өре бер. Вот, әне, вот. Осылай, әне. Осылай ақырында үйренесің. Атаң да сен сияқты бала болғанда өз атаңнан, атасынан үйрендік. Түсіндің бе? Вот солай. Өзің өріп көр. Әне, қалай тамаша. Осылай шебер боласың. Рахмет, мен балаларға қамшы көрсетейін. Ой, айналайын, бара ғой көрсете ғой.